Русия Авропаның стратегик меселесі bu haqta Avropa колледжі студентлері өгенде чықышы вақтында Авропа шурасы рейсі Дональд Туск білдірді. Декабрь айында Туск истифаға кеті шының үшін шымды 5 еллық ішінің умуми екенін чықара. Авропа шурасы президенті Франкистан президенті Эммануэль Макронға Русияның стратегик мұнасибетлерінің ғайрыдан құрылығы қанда бүлдіруіне пек қатты жауапланды. Франкистан президенті якынларда экономист нешіріне берген интервьюде Русияның Авропалы айнлығыны бүлдірді ве Москва или ғайрыдан стратегик мұнасибетлер құрылығына қол тұтты. Тускның фикрінже Москваның шымдыки саясаты себебінден бұл имкансыз. My exercise in unity, of course, started practically on day one. Авропа бірлігінің бірдемілігі оғырында бірінші күнден çalışам. Сос Кремлін тежеузи саясеті ақында. Эвелде, шымды де, бұл ойында тек мұстақил Украина кележегі ве меркези Авропа түлікеді дегіл, амма бүтін Авропаның суверенитеті теліке алтында олғанына инанам. Ич шубем олмады. Путиннің стратегик мақсады Эм Эвелки Совет бірлігі топрақларының незарет астына кечірмек, әмді ичкі зидиет доғырып Авропа бірлігіні зайыфлаштырмақтыр.